тұрып жатыр міне. Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай, амансыз ба? Амандасып қойған қолымды алып. Сәлем. Осы жерде тұрасыздар ма? Иә, осы жерде тұрамыз. Қызыңыз ғой? Иә, осы жерде тұрамыз. Қызыңыз ғой? Иә, қызым. Ой, молодец. Әдемі қыз екен ғой? Мына жерде міне суақ кетіп жатыр, жамбарда сөйтіп. Қазір ма? Міне айнытып жатыр. От жағасыздар ма бұл жерге? От жағам, иә. Мына жерде жатасыздар ма? Иә, мына жерде жатамыз. Ай құрсына жалаңаш қыздың суретін алып тастаңыздаршы. Жарайды. Мынау кім суретте? Мынау қызым, анау ұлым. Семейдікісіздер ма? Семейдікі. Алла нәсіп етсе. Мынаның бәрі түтіннен болған ба, неяқта от жаққаннан мынаның бәрі қап-қара болып тұр ғой. Иә, түтіннен болады ғой, иә. 15-і. 15-іне қар жауады. Бүгін неші? 4. Қар жауға дейін 11 күн қалды ма? Иә. Қар жауса суып кете ма мына жер? Суып кетеді. Қатты салқын екен. Қайерден келіп жатыр суық? Терезені ашқан және көмірдің ішіп кетеді. Жақсы. Екінші группа бір оқып жүргенде аварияға қатты түсіп, бүйрегін, бауырын, бәрін ішкі органдарын қатты аварияға түсіп, содан нетіп қалды, сабаққа да бармай қалды. 28-ге жаңағы ағасы кішкене башқа тиіла қойды, өзінен өзі кетіп қалды. Бала сіздерді тастап кетіп қалды ма? Иә, екінші группа ода араққа салынып, алқаш әйелдермен бір пропискедемін. Бұл жақта, бұл Илья ауданы Грескен. Мынау деген не деген қараңыздаршы, мынау адам тұратын жер ма, өзіңіз ойлаңызшы. Сіз осы жерде 12 жылдан бері тұрып келатсыз. Мысалы мен қазір мен жұқа киінбеген, міне кәдімгі қалың шалбар, қалың аяқ киім, бірақ мынау аяқтан соғып жатқан суық менің мысалы аяғым сыздап кетті да.